Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Айгерім өзімнің арнамда табиғи ашытқының көмегімен ағзамызға пайдалы етіп осындай керемет хачапурилар дайындайтын боламыз. Ал сіздер достар видеоны менімен бірге соңына дейін тамашалап менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ендеше ең алдымен біз хачапуридің қамырын дайындайтын боламыз. Оған бізде салқын су қажет. Бізде табиғи ашытқы деген ол ыстықты ұнатпайды. Мүлдем мен барлық видеоларымда айтамын сіздерге. Оның үстіне тұзымызды саламыз және де осындай қантымызды салатын боламыз. Мен сіздерге барлық мөлшерін астына толықтай жазып қалдырып кететін боламын. Сұйық май міндетті түрде біз сұйық майды қамырымызды жұмсарту үшін қосатын боламыз. Сұйық май болмаса, майонез немесе сары майда қоссаңыздар да болады. Енді кезекте достар, менің мынау табиғи ашытқымда. Мен бұл табиғи ашытқыны дрожждың орнына барлық нандарға пайдаланатын боламын. Ал егерде сіздерде дәл осы табиғи ашытқы қолдарыңызда болмаса, оның орнына сухой дрожжиларды пайдалансаңыздар болады. Біздің бұл табиғи ашытқымыздың да пайдалану өзінің ережелері бар достар. Егер бұны дұрыс пайдалана алмасаңыздар, нандарыңыз ашымайтын болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай табиғи ашытқыны суға салған кезде дәл осылай судың бетінде қалқып тұру керек. Егер де ол судың астына түсіп кететін болса, онда ол табиғи ашытқыны біз пайдаланбаймыз. Енді осының үстіне өзімізге қажетті мөлшерде ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ етіп, қамырымызды илеп алатын боламыз достар. Енді достар, жақсылап еленген қамырымызды бөлме температурасына бетін жауып, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Бұл жарты сағатта бізде бірігу процесі деп аталынады. Яғни ішіндегі құрамы ұн, су барлығының бірігу процесі. Қамырымыз біріккен кезде осындай созылғыш, эластичный болады, закваскадан жасалған қамырлар. Осыны ыдысымыздан түсіріп аламыз. Бізде жарты сағат өтті. Жарты сағаттан кейін осылай өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай обмикасын беріп, яғни қайыру процесін жасап қойсаңыздар болады достар. Енді осы қамырымызды осылайынан қайырып, тағы да бөлме температурасына 1 сағатқа көтерілу процесіне қалдыратын боламыз. Осы аралықта біз хачапуриміздің арасына салатын салмамызды дайындап алатын боламыз. Салмасына бізде осындай сулугуни сыры пайдаланылады. Сулугуни сырымызды үкішіміздің үлкен осындай көзінен өткізіп алатын боламыз. Бөлек бір таза ыдысымызға саламыз. Оның үстінен жұмыртқаның бізде барлық емес, тек қана ақ уызын ғана саламыз. Сары уызы бізге бетіне жаққанға алып қалатын боламыз. Және де ұн, бір ас қасықтай осылай ұн салып жібересіздер, үстеріне су немесе сүт құйсаңыздар болады. Енді достар, барлығын қолымыздың көмегімен осылай араластырып шығатын боламыз. Барлығын араластырып, мен осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Мінекей достар, біздің қамырымызға 1 сағат өтті. Көтерілген қамырымызды ыдысымыздан осылай түсіріп аламыз, дағыны 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. 2 бөлікке бөлінген қамырымызды оқтауымыздың көмегімен немесе қолдарыңыздың көмегімен осылай үлкен домалақ күлше етіп созып алатын боламыз. Және де осындай 2 шеттеріне дайындап алған сырларымызды қоятын боламыз. Хачапуриміздің формасын жасау үшін 2 шеттерін дәл осылай қайтарып, менімен бірге видеодағыдай етіп қайталасаңыздар болады. Дәл видеодағыдай етіп, 2 рет осылай 2 шетін ораймыз, себебі ішіндегі сырларымыз сыртқа шығып кетпес үшін достар. Жақсылап тұрып жауып, араларын ашып, хачапуриміздің формасын жасап шығамыз. Екінші қамырымызды да дәл осылай жайып, шеттерін қайырып алатын боламыз.
Дайын болған хачапуриларымызды осындай листімізге саламыз. Оның үстіне сырларымызды салып шығатын боламыз. Дайын болған хачапуриміздің үстіне жаңа алып қалған саруымызды жағып шығатын боламыз. Және де хачапуриміздің үстіне осылай әсемдік үшін сырдан сеуіп шықсаңыздар болады. Дайын болған хачапуриларымызды 180 градуста қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Беті қызарғаннан кейін тағы да осылайынан шығарып, ортасын ашып, қасықтың көмегімен жұмыртқамызды салып шығатын боламыз ішіне. Хачапуриміздің жұмыртқаларын салып, бетіне тағы да 5-10 минуттай пісіріп алатын боламыз, беті қызарғанша. Мінекей достар, менің хачапурим дайын. Мен осындай жұмыртқаны қатты шикідей қылғанды ұнатпаймын, сол себепті де жұмыртқасын пісіріп алдым. Егер сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасаңыздар болады. Әркімнің қалауы әртүрлі. Кейбіреулеріңіз жұмыртқаның арасында шикідей жүргенін ұнататын боларсыздар. Солай жасап алсаңыздар болады. Біздің хачапуриміз өте жұп-жұмсақ, өте дәмді болған. Ыстық кезінде тез желініп кетеді. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында дәл осылай жасап көріңіздер. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, достар. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.